Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жеңіл әрі жылдам жасалатын, ешқандай аштықны қажет етпейтін шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстап жаңа видеолардан қалыс қалмас үшін бірден YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен қайнаған жылы суымызға тұзымызды және кішкене мөлшерде ас содасын салып, жақсылап тұзын ертіп аламыз, араластырамыз. Ыдысымызға құйып, үстіне електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай өте жұмсақ болып шығады. Бетін жауып, 15-20 минут тындырамыз. Тынған қамырымызды осылай үстінен басып, бірнеше бөліктерге бірдей етіп бөліп аламыз. Бұл қамырдан 10-12 дана шелпек шығады. Бөлінген қамырларымызды осылай дөңгелектеп алып, бетін салафанмен жауып, 15-20 минутқа қоя тұрамыз. 15-20 минуттан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. Осылай оқтаумен жұқа етіп жайып шығамыз. Шелпектің қамырын дәл осындай жұқалықта жайсаңыздар жеткілікті. Қалған қамырларымызды да дәл осылай жайып шығамыз. Табамызға май құйып, май қызған сәтте шелпегімізді пісіруге кірісеміз. Шанышқаның көмегімен осылай айналдыра отырып пісіреміз. 2-3 минуттай ғана ұстап, ақшыл етіп пісіріп шығамыз. Міне біздің шелпегіміз осындай болып шығады. Барлық қамырларымызды дәл осылай пісіріп шығамыз. Міне біздің шелпектеріміз толықтай дайын болды. Ортасы осындай болып шығады. Көп уақытыңызды алмайды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.